Мектеп автобусы жолға дайын. Мен мектеп автобусы Гордонмын. Менің басты міндетім балаларды аман-сау жеткізу. Гордон! Батырманы бассаңдар, мен дереу көмекке келемін. Бұдан бұлай, Күншуақ балабақшасындағы балалардың сенімді серігімін. Қайсар автобус. Асығамыз мектепке күнде, кешігуге болмайды мүлде. Гордон автобус біздің көлік, достыққа беріп жолда серік. Көмектесер бәріне, өртті де сөндірет, үлкен кіші кәріге. Қолынан бәрі келет, жүзіп те жетет, ұшқыш боп та кетет, қолынан бәрі келет. Баба, Гордон біздің батыр, әлемді шарлап келе жатыр. Қиындықта қолдаушы, Гордон дос қой қорғаушы, нағыз дос қой қолдаушы. Гордон! Па-па-па-па-па. Субұрқақ қойылымы. Маған не болды? Бүгін өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Бип-бип. Балалар, бүгін музыка алаңына барамыз. Ол жақта жыл сайын өтетін субұрқақ қойылымын тамашалаймыз. Алақай! Кәрім мен Кәусар қайта. Жүр, Кәрім, сәлден соң субұрқақ қойылымы басталады. Қане? Тоқтай тұршы, мен әлі дайын емеспін. Бірақ біз кешігеміз. Кел, көмектесейін. Міне, дайын. Ей, тоқтай тұр, нанымды жеген жоқпын. Бұл енді қане? Гордон, тезірек барайық, әйтпесе кешігіп қаламыз. Мен дайынмын. Кеттік, бип-бип. Бұл осы жолы соңғы рет болатын қойылым. Егер оны өткізіп алсақ, келесі жылға дейін күтуге тура келеді. Соңғы рет дейсің бе? Ендеше оны өткізіп алмайық. Гордон, тезірек жүрші. Уайымдама, Кәусар. Уақытында жеткіземін. Бип-бип. Ой, қап, дөңгелегім жарылып қалған сияқты. Біз неге тоқтап қалдық, Гордон? Дөңгелегім жарылып қалыпты. Балалар, сыртқа шыға тұрыңдар. Субұрқақ қойылымына үлгереміз бе? Одан да өзіміз барай берейік. Тоқтаңдар. Алдымен жол қауіпсіздігін тексерейін. Анықтағыш құралды іске қосамыз. Сонымен субұрқаққа апаратын ең қысқа, яғни төте жол осы. Әрі қауіпсіз. Қорықпай бара беріңдер. Сәне апай, балаларды осы жолмен апарсаңыз, субұрқақ қойылымына үлгересіздер. Ойымдама, Гордон. Ол жағын маған тапсыр. Балаларды ертіп апарам. Ой, Сәне апай, жүріңіз. Субұрқақ қойылымына қалай да үлгеруіміз керек. Кәусар, тоқта. Қатты жүгірме. Тезірек, достар. Кешігіп қалмайық. Мәссаған! Субұрқақ қандай керемет! Бұл не дыбыс?
Каусар, не қып тұрсың? Түсініксіз дыбыс шығып жатыр. Естіп тұрсың ба, Кәрім? А? Жоқ, жүр. Тездет. Бұл не болды екен? Мәссаған! Керемет, субұрқа қойылымы басталды. О, қандай әдемі. Достар, тезірек. Каусар, ол жерде не істеп тұрсың? Жүр, тездетейік. Жарайды, келе жатырмын. Кешір, кішкентай піл. Субұрқа қойылымнан кейін саған көмектесем. Жарай ма? Керемет, керемет әдемі. Қандай әдемі. Тамаша! Керемет! Қандай әдемі! Тамаша! Ғажабын-ай! Керемет! Бұл піл ғой! Піл? Каусар, қайда кеттің? Пілдің баласына көмектесуім керек. Не дейсің? Тоқта, Каусар. Каусарға не болды? Қойылым басталып кетті ғой. Қорықпа, кішкентай піл. Мен сені құтқарамын. Каусар, ол жаққа жақындама. Өте қауіпті. Сания апай, пілдің бұл жерде жылап тұрғанына біраз уақыт болған сияқты. Оған жаным ашып тұр. Ойланбай Көмектесіңізші. әрекет етсек, өзімізге де, пілге де зияны кет. Одан да көмекшімізді шақырайық. Гордон! Гордонды шақырамыз. Аха, я Гордон тыңдап тұр. Гордон, дөңгелегіңді ауыстырдың ба? Ауыстырдым. Пілдің баласы қысылып қалыпты. Көмегің қажет. Жарай, мектеп автобусы Гордон көмектесуге дайын. Бип-бип. Дереу іске кірісейік. Түрлендіру құрылғысы іске қосылды. Гордонның барлық жабдықтары дайын. Бұл жолы бізге керегі өрт сөндіру көлігі. Алдарында өрт сөндіру көлігі. Гордон өрт сөндіруші алға! Алақай! Өрт сөндіру көлігі келді. Өрт сөндіруші Гордон алға! Алақай! Сонымен Гордон өрт сөндіруші құтқаруға дайын. Ол көмектесуге қашан да әзір. Бип-бип. Қорықпа, балақай. Мен сені құтқарамын. Бип-бип. Алдымен көмекші қолды іске қосамыз. Қаттырақ итереміз. Бұдан да қаттырақ. Қане? Қап, кешір, кішкентай піл. Басқа әдістерді қолдану керек сияқты. Ендеше анықтағышты іске қосамыз. Жоғарырақты ағаштардың арақашықтығы алшақтай түседі екен. Демек, маған бір ой келді. Жылжымалы сақны жерге түсіреміз.
Құтқардық, бип-бип. Алақай, пілді құтқардық. Кішкентай пілдің аман. Қап. О. Торды лақтырамыз. Рахмет, Гордан. Рахмет, Гордан. Сендерді қорғау менің міндетім, балалар. Бип-бип. Қап. Субұрқақ қойылымы аяқталды. Енді ұзақ күтуге тура келеді. Пілдің баласы келе жатыр. Сен мұнда субұрқақ қойылымын тамашалауға келдің бе? Керемет. Қандай әдемі. Біз кішкентай пілді құтқардық. Сол үшін мына пілдер сендерді қуантып жатыр. Қане, музыка қосайық. Бұл әлемдегі ең әдемі субұрқақ. Пілдер бізді бір қуантып тастады. Хе-хей! Сонымен балалар, естеріңде болсын. Айналамызға қол ұшын соссақ, өзіміз де әрдайым көңілді жүреміз. Сәния ханым, ол үшін не істеу керек? Бип-бип. Егер біреу қиындыққа тап болса, оған дереу көмектесу керек. Ал қолыңнан келмей жатса, көмек бере алатын адамдарды шақырған дұрыс. Түсінікті. Көмек қолын созудан қашпау керек. Өзгелерге көмектессең, өзіне де айналаң Бүгінге жәрдемдесер. осы. Сау болыңдар. Кездескенше! Гуашпен сурет салу. Гордан мен оның кішкентай достарын бүгін қандай қызық күтіп тұрған бірге тамашалайық. Қайырлы таң, балалар. Қайырлы таң, Гордан. Қане мініңдер, бип-бип. Мен терезенің алдына отырамын. Достар, тездетіңдер. Мені күтіңдер. Қауіпсіздік белдігін тақтыңдар ма? Кеттік. Гордан сендерді қалаған жерлеріне жеткізуге дайын. Бип-бип. Балалар, бүгін саябаққа барып алтын балықтың суретін саламыз. Дайынсыңдар ма? Сәния апай. Сәния апай, мен түрлі түсті қарындаштар алып келдім. Міне, ал менде майлы бояу бар. Мен акварельмен саламын. Түрлі түсті қарындаштар. Керемет. Сурет салуға неше түрлі бояу алып келіпсіңдер. Абзал, сен не әкелдің? Гордан, мен гуаш алып келдім. Гуашпен алтын балықтың суретін саламын. Мінекей. Мәссаған, қандай үлкен қылғалам. Балалар, сурет салғанда абай болыңдар. Бояуды ауыздарыңа салмаңдар, әйтпесе іштерің ауырады. Жарай, Сәния апай. Балаларда манесен саябаққа жеткіздім. Бип-бип. Балалар, қане асықпай түсіңдер. Сәния апай. Ей, былай тұр. Асықпаңдар, абайлаңдар. Ал балалар, күндерің сәтті өтсін. Ал мен барып әйнектерімді жарқыратып жуып алайын. Бип-бип. Көп рахмет, Гордан. Сау болыңдар, балалар. Көріскенше, Гордан. Мәссаған, алтын балықтар қандай әдемі. Ой, Олардың қалай жымиғанын көрдіңдер ме? Біздің келгенімізге қуанып жүрген сияқты.
Қанеке, енді алтын балықтың суретін салайық. Я! Сәния апай, мен алтын балықтың суретін сала алмаймын. Маған үйретесіз бе? Әрине, алдымен оларға зер салып қарау керек. Бірінші алтын балықтың денесін саламыз. Үлкен шеңбер. Бұл динозаврдың ізі ме, Абзал? Абзал, бұл не? Қаспа? Таймас, бұл жұлдыз құрт па? Жоқ, бұл кәдімгі жер құрты. Жоқ, бәрін қателестіңдер. Мен алтын балық салып жатырмын. Алтын балық дейсің бе? Алтын балық ақсамайды ғой. Жарай, қайтадан саламын. Абзал, абайла! Бәрі дұрыс па, Абзал? Рахмет, дос бол. Бәрі дұрыс. Абзалдың бетін қараңдар. Абзалдың беті кір қожалақ. Абзалдың беті кір. Шын ба? Бетім лас болып қалды ма? Менің қылғалам суға түсіп кетті. Мәссаған, бұлттан аумай қалды. Қандай әдемі. Керемет, жұлдыз үлкейіп барады. Қандай қызық. Не істеп тұрсың, Абзал? Қандай әдемі. Ого, қандай әдемі гүл. Тамаша. Жарайсың, Абзал. Маған берші, менде салқын келіп тұр. Мәссаған, бұл динозавр ғой. Енді менің кезегім, машинаның суретін салғым келіп тұр. Маған да берші, мен торты бейнелеймін. Шайның көйлегін саламын. Зер салып қара және шыдамды бол. Сонда ойдағыдай шығады. Балалар, бұлар не? Сәния апай, біз судың бетіне гуашпен неше түрлі суреттер салдық. Алтын балыққа бірдеңе болған сияқты. Ауырып қалды ма? Мына балық әрең жүзіп жүр. Бәрі ауырып қалғанға ұқсайды. Қараңдар. Алтын балықтарға не болды екен, енді қайттық. Сәния апай, Гордонды көмекке шақырайық. Гордонды шақырамыз. Ла-ла-ла-ла-ла. Дабыл қағылды. Бип-бип. Ой. Я, Гордон тыңдап тұр. Гордон, саябақтағы хаузласынып, балықтар әлсіреп әрең жүзіп жүр. Түсінікті. Мектеп автобусы Гордон көмек беруге дайын. Бип-бип. Дереу іске кірісейік. Түрлендіру құрылғысы іске қосылды. Гордонның барлық жабдықтары дайын. Саябақтағы хауыз ластаныпты. Бізге керегі жедел жәрдем көлігі. Жедел жәрдем көлігі. Мен жедел жәрдем көлігі Гордонмын. Сәния апай, Гордон неге кешігіп жатыр? Не болды? Гордон келді. Гордон дәрігер. Гордон дәрігер көмектесуге дайын. Бип-бип. Қап, балықтардың жағдайы нашар секілді. Гордон дәрігер, оларда аман алып қалу тиіс. Бип-бип. Анықтағыш құрал. Хауыз суының ластану деңгейін анықта. Бип-бип. Хауызға гуаш төгілген. Балықтарды түгел сыртқа шығару керек. Бип-бип. Балық аулайтын торды суға саламыз. Гордон, таза су алып келдім, балықтарды осы шелекке сал.
Гордон, алтын балықтар неге ауырып қалды? Оны қазір анықтаймыз. Ой, балықтар гуаш бояуын көп мөлшерде жеп қойған. Балалар, егер біз бояуды жеп қойсақ, ішіміз бір бауырады. Балықтар да дәл солай ауырып қалды. Түсіндіңдер ме? Қалай сонда? Рас па? Сен алар емеспін. Гордон, бір амалын тапшылы Уайымдамаңдар, қорқатын ештеңе жоқ. Тазалағыш құрылғыны іске қосамыз. Алақай, балықтар тез жүзе бастады. Гордон. Сен болмасаң қайтер едік. Балықтар жазылған сияқты. Рахмет. Балалар, балықтар бұрынғыдай емін-еркін жүр. Бірақ олардың мекені Хауыздағы су ластанып кетті. Қараңдар. Олар мекеніне қайта алмайды. Уайымдамаңдар, балалар. Қазір хауызды бәріміз бірге тазалаймыз. Гордон дұрыс айтады. Осының бәріне мен кінәлімін. Енді хауызды тазалауға көмектесейін. Жарайды, Абзал. Алдымен хауызды лас судан тазалау керек. Беп-беп. Керемет! Лас суды түгел сорып алдым. Бірақ бояу қалдықтарын қалай тазалаймыз? Хауыз түбіне сіңіп қалыпты. Бұл жер алтын балықтардың мекені ғой, Гордон. Хауыздың түбіне бояу жағылып қалыпты. Абзал, гуаш қалдықтарын тазалап шығайық. Гордон, мен де көмектесем. Менде. Гордон, мен де көмегімді аямаймын. Дене көзді ашып жұмғанша, хауызды мұнтаздай етіп тазалап қоямыз. Алдымен бетімізге бетперде тағып, қолғап және арнай еті киіп алайық. Беп-беп. Бояудың бетіне тазалағыш құралды жағамыз. Сәлден соң көкшіл із қалады. Сосын сумен шаямыз. Міне, тап-таза болды. Ал бастайық. Керемет. Суретті жақсы салады екенсің, Абзал. Мен де салып көрейін. Беп-беп. Абзал, мен күннің суретін салам. Сенің гүліне шуағын төгіп тұрсын. Беп-беп. Гордон, мен биік сырғанақты бейнелеймін. Сосын күннің астында ойнаймыз. Ендеше мен машинаның суретін салайын. Міне, сырғанақтың алдында сені күтіп алам. Мәссаған, алақай, бояу кетті. Алақай. Енді олардың іздерін сумен шайып тастаймыз. Соңғы қадам. Ластанған суды сүзгіден өткіземіз. Қанеки? Сосын оны қайтадан хауызға құямыз. Алақай. Керемет, алтын балықтар сондай әдемі. Олар жазылды. Балалар, хауызға бояу төгілсе, су ластанып балықтар ауырып қалады. Сондықтан хауызға ештеңе төкпеңдер. Мұқият болыңдар. Жарай ма? Жарай, Гордон, ендігәрі олай істемейміз. Хе-хей! Сонымен балалар, гуашпен сурет салу өте қызықты әрине. Бірақ қоршаған ортаға зиян тигізбеуіміз керек. Сәния ханым, сонда балалар қандай ережелерді сақтау керек? Суға зиянды заттар тастауға, көшеге қоқыс лақтыруға болмайды. Сонда айналамызда таза, біздің де денсаулығымыз мықты болады. Түсінікті. Табиғатты қорғаңдар. Қоршаған ортаны таза ұстаңдар. Беп-беп. Бүгінге осы, сау болыңдар. Көріскенше! Көріскенше! Ұлу қабыршағын іздеу. Гордон мен оның кішкентай достарын бүгін қандай қызық күтіп тұрған бірге тамашалайық. Қайырлы таң, балалар. Қайырлы таң, Гордон! Қане мініңдер, беп-беп. Я!
Мен терезенің алдына отырамын. Достар, тездетіңдер. Мені күтіңдер. Қауіпсіздік белдігін тақтыңдар ма? Я, кеттік. Гордон сендерді қалаған жерлеріне жеткізуге дайын. Бип-бип! Алай, бүгін кеш батқанша теңіз жағасында демаламыз, ойнаймыз. Керемет, теңіз жағасында демалғанға не жетсін? Гордон, Сәния апай теңіз толқыны басылғаннан кейін жағалауда неше түрлі тастар, басқа да қызықты заттар табуға болатынын айтты. Кішкентай кезімде жағалауға бардым. Сол кезде түрлі түсті әдемі ұлу қабыршақтарын жинағанмын. Сәния апай, ұлу қабыршағы қандай болады? Күн ұясына батып бара жатқан сәттегі бұлтқа ұқсайды. Жағада серуендеп жүріп, толқын басылғанда түрлі түсті ұлу қабыршақтарын көріп қалдым. Мен көрген қабыршақ 7 түрлі түске боялған. Тура, кемпір қосақ сияқты. Керемет! Ұлу қабыршағын құлағыма апарғанда, шуылдаған бір дыбыс естілді. Алыстан естілген теңіз шуылына ұқсайды. Есіңде ме ақ деген, сен де көрдің ғой. Керемет, қызығып кеттім ғой. Әсия, жағалауға барған соң ұлу қабыршақтарын істейік. Жарай ма? Жарайды, Дина. Жағалауда жүрген кезде қауіпсіздік ережелерін ұмытпаңдар, алысқа ұзап кетпеңдер. Сәния ханым дұрыс айтады. Жағалауда барынша мұқият болыңдар. Бір-біріңнен ажырамай бәрің бірге жүріңдер. Жарайды. Жарқыраған күн, құмды жағажай, теңіз толқыны. Біз теңіз жағасындамыз. Теңіз көтерілгенде осындай шалшықтар пайда болады. Керемет! Теңіз жұлдызы, кішкентай ұлу қабыршақтары. Ұлу қабыршақтары. Қайда? Көрсетші, осында ма? Жоқ екен. Жүр, басқа жерден қарап көрейік. Қанекей? Асия, қара, ұлу қабыршағы. Алақай, таптық. Бұл кәдімгі шаян ғой, Дина. Жоқ. Асия, бұл маңайда бірде-бір ұлу қабыршағы жоқ. Сәния апай айтқан түрлі түсті қабыршақтар да жоқ. Олардың қайда екенін білмеймін. Дина, мына жақта қабыршақтар толып жатыр. Жүр, ана жаққа барайық. Осында ма? Иә. Қандай керемет, түрлі түсті ұлу қабыршағы. Дина, Асия, алысқа ұзап кетпеңдер деп ескерттім ғой. Айтқан тыңдау керек, оның үстіне бұл жер тайғанақ. Қанекей, жүріңдер. Кеттік. Ана жақта түрлі түсті ұлу қабыршақтары көп екен. Жарайсың, Ақтиын. Түрлі түсті ұлу қабыршағын менен бұрын таптың. Ол жаққа барма. Ақтиын, барма деймін. Кері қайт. Ақтиын. Енді қайт. Гордонды шақырайын. Аха, я Гордон тыңдап тұр. Гордон, Ақтиынге қауіп төніп тұр. Шұғыл жағдай. Көп болады. Мектеп автобусы Гордон көмектесуге дайын. Бип-бип. Дереу іске кірсейік. Түрлендіру құрылғысы іске қосылды. Гордонның барлық жабдықтары дайын. Ақтиын теңіз ішінде қалып қойды. Оны құтқару үшін бізге өрт сөндіру көлігі қажет. Гордон, өрт сөндіру көлігі.
Өрт сөндіруші Гордан алға! Ақтиын, енді қайттық. Ақтиын қатты қорқып тұр. Қорқмаңдар балалар. Сәлден соң Гордон келеді. Оны қауіпсіз жерде күтуіміз керек. Гордан өрт сөндіруші келді! Алақай! Гордан келді! Гордан осында! Алақай! Гордан өрт сөндіруші көмектесуге дайын! Бип-бип! Гордон, Ақтиын ана жақта. Қорықпа, Ақтиын. Қазір Гордан өрт сөндіруші сені құтқарады. Бип-бип! Анықтағыш құралды іске қосып, ол жаққа жету жолын белгілейміз. Бип-бип! Белгіленді! Енді құтқару жұмысына кірісеміз. Қап! Ой! Құлап қала жаздадым. Жол айқшы-иқшы екен. Қап! Қарсы алдымда үлкен тас тұр. Бірақ ол мені тоқтата алмай. Сәулелі бұрғыны іске қосамыз. Тасты шағып тастадым. Енді тек қана алға. Бип-бип! Кішкентай шаяндар. Сәлем, достар. Бип-бип! Не боп кетті? Маған не болды? Біреу қытықтап жатқандай. Шаян екен ғой. Яларыңды бұзып тастадым ба? Жарайды, кері қайтайын. Мынаған қараңдар. Шаяндар музыканы жақсы көреді екен. Мен де музыканы жақсы көрем. Қап, Ақтиынды ұмытып кетіппін ғой. Кешіріңдер, достар. Менің кетуім керек. Келесі жолы жақсылап билейміз. Бірақ мен мына тастардан қалай өтем? Маған бір ой келді. Сендердің көмектерің қажет. Бип-бип. Тастарды бірге итерейік. Рахмет, кішкентай шаяндар. Сендерге айтар алғысым шексіз. Бип-бип. Кездескенше, достар. Гордан өрт сөндіруші келе жатыр. Қозғалма, Ақтиын. Қазір сені ол жерден алып шығамын. Сені қорғау менің міндетім. Бип-бип! Қап, түрлі түсті ұлу қапшағын су шайып әкетті. Расында да демекен. Әттең, оны қолымызбен ұстап көре алмадық. Әсия екеуміз құлағымызға тақап теңіз дыбысын естігіміз келген еді. Түрлі түсті ұлу қабыршағын ұстап көргендерің жақсы еді әрине. Бастысы бәріміз дін аманбыз. Сендердің қауіпсіздіктерің қашанда бірінші орында. Дина, Әсия, сендер іздеген қабыршақ осы ма? Бип-бип. Алақай, ұлу қабыршағы. Гордан, ұлу қабыршағын қайдан таптың? Қыздар, сендер де ұлу қабыршағына ұнап қалған көрінесіңдер.
Ол өздерінді қимай осында қайтып келді. Өзің бір тынымсыз екенсің, Ақтиін. Ендігәрі өйтуші болма. Балалар, ұлу қабыршағынан алыстағы теңіз шуылын естігілерін келе ме? Балалар, Мәссаған, шынымен естіледі екен, теңіз шуылы. Қабыршақтың ішінде теңіз бар деп ойлап қалдым. Мен де тыңдайыншы. Мен де маған берші. Маған. Хей! сонымен балалар, теңіз бірде тыныш жатса, бірде толқыны тулап, жағаға ұрады. Сәния ханым, теңіз толқыны күшейгенде жағалау балалар үшін қауіптірек болып саналады. Иә, теңіз жағасында ойнаған кезде бір-біріңді қуалауға немесе суға түсуге болмайды. Түсінікті. Теңіз толқыны күшейгенде жағаға жақындамаған дұрыс. Бип-бип. Бүгінге осы. Сау болыңдар. Көріскенше! Көріскенше! Дельфиндерді көргім келеді. Гордон мен оның кішкентай достарын бүгін қандай қызық күтіп тұрған бірге тамашалайық. Қайырлы таң, балалар! Қайырлы таң, Гордон! Қане мініңдер, бип-бип! Я! Мен терезенің алдына отырамын. Достар, тез етіңдер. Мені көтеріңдер. Қауіпсіздік белдігін тақтыңдар ма? Я, кеттік! Гордон сендерді қалаған жерлеріне жеткізуге дайын. Бип-бип! Теңізді жақсы көрем. Мен де дельфиндерді көргім келіп тұр. Маған олардың суда секіргені ұнайды. Өздері сондай сүйкімді. Өз көзіңмен көрген тіпті керемет. Ақтиін, сен де көргің келе ме? Алақай, Бүгін олар бірге тамашалаймыз. Дельфин дейсің бе? Қызық екен. Бип-бип! Балалар, бүгін кемемен теңізде серуендейміз. Арақашықтықты сақтаңдар және кеменің шетіне жақындамаңдар. Жарай, Сәния апай! Балаларды теңізге аман есен алып келдім. Бип-бип! Балалар, асықпай түсіңдер. Я, Сәния апай! Қай тұр. Асықпаңдар, балалар. Күндерің сәтті өтсін, балалар. Рахмет саған, Гордон! Сау болыңдар, балалар. Көріскенше, Гордон! Керемет! Теңіз жануарлары қайдасыңдар? Санжар, кеменің шетіне жақындауға болмайды. Теңіз жануарлары өздерін адамдар алыстан тамашалағанды ұнатады. Жарайды. Сәния апай, теңіз сондай үлкен ғой, жануарларды қалай көреміз? Қалай дейсің бе? Осылай. Мінекей. О, телескоп! керемет. Сәния апай, бұл құрылғымен дельфиндерді көруге бола ма? Әрине, дельфиндерді көріп тұрсың ба, Дина? Мен де көрейінші. Балалар, шуламаңдар, кезекпен қарайсыңдар. Мен дельфиндерді көріп тұрмын, Сәния апай. Рас па? Қане қарап көрейінші. Мәссаған дельфиндер сондай әдемі екен. Сәния апай, мен әлі қарап болған жоқпын. Енді Мен де көргім келеді. Мен де көрейінші. Менің кезегім. Мен де көрейінші. Шуламаңдар, балалар. Кезектеріңді күтіңдер, асықпаңдар. Дельфиндер сондай сүйкімді екен. Дина, мен де дельфиндерді көрейінші. Дина, менің кезегім келді. Енді мен тамашалаймын. Дина, болсаңшы. Бір минут күте тұрыңдаршы. Ақтиін, кел, бірге тамашалайық. Дина, біздің кезегіміз қашан келеді? Бағанадан бері қарап тұрсың ғой. Иә, алдашы. Бол енді, тездет. Бір минут, Ақтиін екеуміз дельфиндердің секіргенін көргіміз келеді. Дина, достарың да тамашаласын. Олар да көргісі келеді. Кейін тағы тамашалайсың. Жарай ма? Жарайды, Сәния апай. Мен қараймын. Жоқ, менің кезегім. Менің кезегім. Дельфиндер секіріп жүр. Бұлай тұршы. Бұлай тұршы. Менің кезегім. Әрі тұр. Менің кезегім. Ақтиін, сен де дельфиндерді көргің келе ме? Қандай тамаша. Бұл дельфиннің баласы ғой. Таныш,
басқа жаққа барып дельфиндерді көрейік. Сонда бізді ешкім мазаламайды. Мәссаған. Дельфин қайда кетті? Оның қалай секіретін менің де көргім келеді. Ақтиін, сен де тамашалағың келе ме? Ендеше, мына жерге барып көрейік. Ештеңе болмайтын шығар. Мәссаған, дельфиннің баласы сондай сүйкімді. Балақай, сен де секір аласың ба? Қане секір, секір, қане секір. Мәссаған, қалай секіретінді көрсетші. Қане секір. Менің кезегім. Кезекке тұрыңдар, бір-біріңді итермеңдер. Қане дельфин, секір, 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 секір. Ой, ой. Ақтиін. Жарайсыңдар, балалар. Сәне апай. Дина? Не болды, Дина? Не болды? Сәне апай, Ақтиін суға құлап кет. Дина, саған көмек қажет пе? Менде бәрі дұрыс. Ақтиін суға құлап кетті. Ақтиынды құтқару керек. Гордонды шақыр. Аха, я, Гордон тыңдап тұр. Гордон, Ақтиын суға құлап кетті. Дельфиндер оны алып кетті. Түсінікті. Мектеп автобусы Гордон оны құтқаруға дайын. Бип-бип. Дереу іске кірісіп, түрлендіру құрылғысы іске қосылды. Гордонның барлық жабдықтары дайын. Ақтиінге қауіп төніп тұр. Судағы құтқару операциясына қажетті зат құтқару қайығы. Алдарында құтқару қайығы. Гордон капитан алға. Бип-бип. Сәне апай, Ақтиінді енді қалай құтқарамыз? Уайымдама, Дина. Ақтиінге ештеңе де болмай. Бип-бип, Гордон капитан. Гордон капитан. Гордон келді. Алақай. Гордон капитан көмектесуге дайын. Бип-бип, Ақтиінді аман-есен алып келем. Гордон капитан көмектесуге аттанады. Бип-бип. Алға, Гордон, жолың болсын. Тағыш құралды іске қосамыз. Аха, таптым. Мына жақта. Алға, Гордон капитан. Бип-бип. Ақтиін, жылдамдықты арттырамыз. Бип-бип. Дельфиндер сәл кідіріңдер. Тоқтаңдар. Ақтиін, мен келе жатырмын. Қап, соғылып қала жаздадым. Не боп кетті? Дельфиндерге не болған өзі? Анықтағыш құрал. Дельфиндерді сканерле. Дельфиндер қорек іздеуге кетіп барады. Ақтиін солармен бірге кет. Оны құтқару үшін дельфиндерді қуып жетуім керек. Гордон капитан, жылдамдықты күшей. Секіреміз. Ақтиін, мен саған жақындап қалдым. Ақтиін, қайдасың? Әне, Ақтиін. Жоқ, Ақтиін суға батып барады. Гордон капитан, режимді ауыстырамыз. Сүңгір қайық Гордон. Бип-бип. Ақтиін, Ақтиін, қайдасың? Таптым. Ақтиін рифтердің арасында. Қорқпа, қазір мен сені құтқарамын.
Мыналар тым қатты екен. Ол жаққа өте алмайтын сияқтымын. Қап, мына жаққа да бара алмаймын. Қап, қайтсем екен. Басқа жолын табуым керек. Балақай, мен Ақтейінге апара аласың ба? Алақай! Ақтейін, қорықпа. Қазір мен сені құтқарам. Құтқару шеңберін лақтырамыз. Сәне апай, Ақтейінді уайымдап тұрмын. Уайымдама, Гордон оны осында алып келеді. Гордон капитан қайтып келді. Ақтейін, бәрімізді шошыттың ғой. Әйтеуір аман қалдың. Сәне апай, мен тек дельфиндерді көргім келді. Ақтейін суға құлап кетеді деп ойламаппын. Дина, келесі жолы дельфиндерді тамашалаған кезде қауіпті жерге жақындама. Жарай ма? Жарай, өзімнің де Ақтейінде суға құлап кеткенімізді қаламаймын. Ақтейінді құтқарғаныма рахмет, Гордон. Сендерді қорғау менің міндетім. Бип-бип! Мә саған! Қараңдар, дельфиннің баласы! Дельфиннің баласы Ақтейінді құтқаруға көмектесті. Рахмет саған, балақай! Рахмет, дельфин! Рахмет! Сау бол! Сау бол, дельфин! Рахмет, дельфин! Хе-хей! Сонымен балалар, теңіз жануарлары біздің достарымыз. Оларға қамқор болуымыз керек. Сәния ханым, олардың тілін қалай табуға болады? Теңіз жануарларына жақындамаған абзал, яғни арақашықтықты сақтау керек. Олар демалғанда, қорай кездегенде немесе ойнап жүргенде жанына жақындағанды ұнатпайды. Түсінікті. Теңіз жануарларымен дос болайық. Оларға жөнсіз тиіспейік. Бип-бип! Бүгінге осы. Сау болыңдар. Көріскенше! Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2022 жыл. Асыққанда сабаққа жеткіген қандай, қоңырау соғылмайды, автобус бармай.